Абай болыңыз. Алматы қаласындағы сұмдық жағдай сергек камералары сізге жоқ жылдамдықты қосып, штраф жіберуі мүмкін. Сіз ережені бұзбай, қатаң сақтап келе жатасыз. Видеорегистратор мұны нақты дәлелдеп тұр. Бірақ камера саған артық жылдамдық жазып, айыппұл салып жібереді. Бұл қалай сонда? Енді ойланыңызшы. Жарайды, видеорегистраторы барлар әйтеуір дәлелдеп шығар. Ал көлігінде камерасы жоқ мыңдаған қарапайым халық ше? Олар жазықсыз екенін қалай дәлелдейді? Олардың барлығы амал жоқтан, нақақ штраф төлеп жатыр деген сөз ғой. Үлкен сұрақ туындайды. Бұл не өзі қазына толтырудың жасырын қулығы ма? Әлде халықты ашықтан ашық қанау ма? Сіз не ойлайсыз? Пікірге жазыңыз. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.